Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы масштаб. Бүгінгі сабақта сіздер масштаб ұғымымен танысасыздар, және де картамен, сызбамен, жоспармен жұмыс барысында масштабты қолдануды үйренесіздер. Масштаб ұғымы қатынас ұғымымен байланысты. Сондықтан біз алдымен қатынас деген не? Қатынас нені білдіреді? Осы ұғымдарды қайталап алайық. Екі санның қатынасы дегеніміз не? Яғни екі санның бөліндісі екі санның қатынасы деп аталады. Ал қатынасты біз А бөлінген Б, яғни осындай бөлінді түрінде жазамыз. Енді қатынас деген нені білдіреді? Ол үшін, мысалы, А-ның Б-ға қатынасы берілген болса, бұл қатынастан біз А саны Б санынан неше есе артық, немесе Б саны А санынан неше есе кем екенін білдіреді. Күнделікті өмірде адам көбінесе заттың өзінен қарағанда оның кішірейтілген немесе үлкейтілген сызбаларын немесе суреттерін қолданады. Сонымен масштаб дегеніміз не? Осы ұғыммен таныс болу үшін біз мынадай мысал қарастырайық. Мысалы, менің қолымда математика оқулығы. Егер мен осы оқулықты дәл осы өлшеммен дәптерге сызатын болсам, байқасаңыздар, оқулықтың өлшемі дәптердің өлшемінен асып тұр. Яғни біз осы оқулықтың сызбасын дәптерге осы түрде сала алмаймыз. Сондықтан суретін салу үшін біз осы өлшемдерді кішірейтуіміз керек болады. Яғни мен алдын ала өлшеп алған осы оқулықтың ұзындығы 22 сантиметр, ал ені 17 сантиметр. Мен сызбасын салу үшін оқулықтың ұзындығын да енін де 5 есе кішірейтемін. Сонда менде кітаптың ұзындығы 4,4 есе болды. Яғни берілген ұзындық нақты өлшем ол 22 сантиметр. Оны 5 есе кішірейтіп, мен суретке ұзындығын 4,4 деп аламын. Ал ені 17 сантиметр. Оны 5 есе кішірейтіп, мен суретке 3,5 деп сызамын. Сонымен біз бұл жерден не байқаймыз? Яғни оқулықтың нақты өлшемдерін 5 есе кішірейте отырып, сызбасын салдым. Яғни бұны біз берілген оқулықтың кішірейтілген масштабтағы сызбасы салынды деп айтуға болады. Оны кішірейтілгенін біз қатынас түрінде, яғни 1-дің 5-ке қатынасы, немесе бөлшек түрінде 5-тен 1 бөлшегінде жазамыз. Сонымен масштаб дегеніміз не? Анықтамасын берейік. Картадағы кесіндінің ұзындығының оған сәйкес жер бетіндегі қашықтыққа қатынасын масштаб деп атайды екен. Сонымен масштабты есептеу үшін картадағы ара қашықтықты жердегі ара қашықтыққа бөлу керек болады. Ал енді келесі мысалды қарастырайық. Жаңа айтып өткендей, масштаб ұғымы көбінесе карталарда, сызбаларда, жоспарларда қолданылады. Мысалы, бізге мынадай карта берілген. Бұл картадағы Нұр-Сұлтан мен Қарағандының ара қашықтығы 5 сантиметр кесіндімен көрсетіліп тұр. Ал Нұр-Сұлтан мен Қарағандының ара қашықтығы нақты, яғни жер бетіндегі ара қашықтық, ол 240 километрге тең болады. Егер біз осы картаның масштабын анықтайтын болсақ, яғни масштабтың анықтамасы бойынша, біз картадағы қашықтықты жер бетіндегі қашықтыққа бөлуіміз керек. Бірақ байқасаңыздар, бұл жерде картадағы қашықтық сантиметрмен берілген, ал нақты қашықтық километрмен берілген. Яғни масштабты анықтау үшін бұл екі қашықтықта бірдей өлшем бірлікке ауыстырылу керек. Сонымен біз 240 километрді сантиметрге айналдырамыз. Ол үшін 1 километрдің 1000 метрге тең екенін білеміз, ал 1 метр 100 сантиметр. Сонда бізде 1 километр ол 100 000 сантиметр. Сонымен 240 километрді сантиметрмен жазатын болсақ, ол бізде 24 миллион сантиметрге тең екен. Енді масштабтың анықтамасы бойынша оны есептеу үшін біз картадағы қашықтықты нақты қашықтыққа бөлеміз. Яғни 5-ті 24 миллионға бөлу керек. Сонда бұл екі санды қысқартып, біз 1-дің 4 миллион 800 000-ға қатынасын аламыз. Яғни бұл берілген картаның масштабы 1-дің 4 миллион 800 000-ға қатынасындай деп айтылады. Ал масштабты жазу үшін біз оны бөлшек түрінде немесе бөлінді түрінде. Яғни, егер картаның масштабы 1-дің 100 000-ға қатынасындай болса, біз оны 100 000-нан 1 бөлшегімен немесе 1 бөлінген 100 000 бөліндісі түрінде жаза аламыз. Енді бізге мынадай сызбалар
және карта берілсін. Бірінші картада байқасаңыздар, ол картаның масштабы 1-10 миллионға қатынасындай деп көрсетілген. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл картада нақты өлшемдері 10 миллион есе кішірейтілгенін білдіреді. Ал келесі сызба, яғни бұл жерде пәтердің жоспары, оның масштабы 1-100-ге қатынасындай, яғни біз осы масштабты қарап отырып, нақты сызбаның өлшемдері 100 есе кішірейтілген екенін білеміз. Ал үшінші суретте қарасаңыздар, бұл жерде детальдің 3 түрлі сызбасы кескінделген. Біріншіде бізде масштаб 1-1, ол деталь нақты өлшемдерімен осы сызбаға түсірілгенді білдіреді. Ал келесі 1-2, яғни детальдің нақты өлшемдерін 2 есе кішірейтілген. Ал үшінші нұсқада қарасаңыздар, масштаб 2-1 деп тұр. Яғни біз бұл сызбадан детальдің берілген өлшемдері 2 есе үлкейтілген деп беріледі. Яғни біз масштабты сызбаны немесе картаны бірнеше есе үлкейту үшін, немесе бірнеше есе кішірейту үшін қолданатынын білеміз. Келесі мысал, масштабы 1-150 мыңға қатынасындай картада қала мен станцияның ара қашықтығы 2,8 см кесіндімен берілген. Осы қала мен станцияның жер бетіндегі ара қашықтығын табыңыз. Бұл есепті шығару үшін біз алдымен картада қашықтық пен жер бетінде қашықтықтарды сәйкестендіріп алайық. Яғни берілген масштаб бойынша 1 сантиметр кесіндіге жер бетінде 150 мың сантиметр қашықтық сәйкес келеді екен. Ал осы қала мен станцияның ара қашықтығы, яғни 2,8 сантиметр жер бетіндегі неше сантиметрге сәйкес екені белгісіз. Яғни біз оны x сантиметр деп аламыз. Берілген қысқаша шарттан сіздер білетіндей біз пропорция құра аламыз. Сонымен пропорция құратын болсақ, яғни бұл жерде картада қашықтықтардың қатынасын, 1-2,8-ге қатынасын теңестіреміз жердегі қашықтықтардың қатынасына, яғни 150 мыңның x-ке қатынасына. Осы пропорциядан x-тің мәнін табу үшін біз 150 мыңды көбейтеміз 2,8-ге. Сонда x-тің мәні тең болады 420 мыңға. Яғни біз бұл есептеуден 2,8 сантиметрге жер бетіндегі 420 мың сантиметр сәйкес екенін анықтадық. Ал жер бетінде қашықтықты сантиметрмен беру ыңғайсыздау, сондықтан біз оны километрге ауыстыруымыз керек. Демек, 1 метр ол 100 сантиметр болғандықтан, алдымен 420 мың сантиметр ол 4200 метр екен анықтаймыз, ал 1 километр 1000 метр, ендеше 4200 метр ол тең болады 4,2 километрге. Сонымен есептің шартына сәйкес 2,8 сантиметр кесіндіге жер бетіндегі 4,2 километр қашықтық сәйкес екен. Ал енді біз осы масштаб ұғымына байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма, масштаб ұғымын пайдаланып кестені толтырыңыз. Бірінші жолында байқап тұрсаңыздар, берілген масштаб 1-8-ге қатынасындай. Картадағы қашықтық 15 сантиметр. Енді осы картадағы қашықтыққа біз жер бетінде қандай қашықтық сәйкес екенін табу үшін біз 15 сантиметрді, яғни масштаб бізде 1-8-ге қатынасындай, яғни ол 8 есе кішірейтілгенді білдіреді. Енді жер бетінде қашықтық 8 есе үлкен болса, 15 сантиметрді 8-ге көбейтіп, біз 120 сантиметр аламыз. Сонымен масштабы 1-8 болатын картадағы 15 сантиметр жер бетіндегі 120 сантиметрге тең екен. Келесі масштаб 1-1000-ға қатынасындай. Бұл жердегі картадағы қашықтық егер 4 сантиметр болса, осы масштабқа сәйкес 4-ті 1000-ға көбейтіп, біз 4000 аламыз. Яғни картадағы 4 сантиметр жер бетіндегі 4000 сантиметрге сәйкес. Ал оны метрмен өрнектейтін болсақ, ол 4 метрге тең болады. Келесі масштаб 1-500-ға қатынасындай. Онда картадағы қашықтық 7 сантиметр болса, жер бетінде қашықтық табу үшін осы 7 сантиметрді 500-ға көбейте салсақ болғаны. Сонда бізде 3,500,000 сантиметр аламыз. Ал жер бетінде қашықтықты километрмен өрнектеу үшін біз оны 100,000-ға бөлеміз. Сонда 3,500,000 сантиметр ол 35 километрге тең болады. Келесі масштаб 1-2 миллионға қатынасы. Бұл жерде картада қашықтық 2 сантиметр болатын болса, біз жер бетінде қашықтық табу үшін осы 2 сантиметрді көбейтеміз 2 миллионға. Сонда жер бетінде қашықтық 4 миллион сантиметрге тең болады екен. Ал оны километрмен өрнектейтін болсақ, ол тең болады 40 километрге. Келесі тапсырма. Екі қаланың ара қашықтығы 560 километр. Масштабы 1-4 миллионға қатынасындай болатын картада
осы қалалардың арақашықтығын көрсететін кесіндінің ұзындығы қанша? Бұл есепті шығару үшін біз алдымен мынадай шамалардың сәйкестендіруін жазып алайық. Яғни берілген масштаб 1-дің 4 миллионға қатынасында. Бұл нені білдіреді? Картадағы 1 сантиметр кесіндіге жер бетіндегі 4 миллион сантиметр қашықтық сәйкес екен. Ал осы картадағы екі қаланың арақашықтығы 560 километр. Ол картада неше сантиметрмен берілетіні белгісіз. Сол үшін біз алдымен 560 километрді айналдырамыз сантиметрге. Оны біз айналдыру үшін мынадай ауыстыруды қолдануымыз керек. Яғни 1 километр ол тең болады 100 мың сантиметрге. Демек 560 километр тең болады 56 миллион сантиметрге. Енді осы қысқаша шартты пайдаланып, келесі пропорцияны құрамыз. Яғни ол үшін картада қашықтықтардың қатынасын теңестіреміз жер бетіндегі қашықтықтардың қатынасына. Сонда бізде 1-дің x-ке қатынасы тең болады 4 миллионның 56 миллионға қатынасына. Бұл пропорциядан x-ті табатын болсақ, біз 56 миллионды бөлеміз 4 миллионға. Сонда x-тің мәні 14-ке тең екенін байқаймыз. Демек, берілген масштабтағы картадағы 560 километр сәйкес екен 14 сантиметр кесіндіге. Келесі тапсырма. А және Б қалаларының арақашықтығы 45 километр. Осы қалалардың картадағы арақашықтығы 15 сантиметр кесіндімен берілген. Картаның масштабын анықтаңыз. Бұл тапсырма алдыңғы тапсырмаға керісінше берілген тапсырма. Ол үшін біз картадағы берілген 1 сантиметр кесінді жер бетіндегі қанша сантиметр қашықтыққа сәйкес екені белгісіз. Сондықтан біз қысқаша шартқа 1 сантиметрге x сантиметр сәйкес деп аламыз. Ал есептің шартында берілген 45 километрді біз алдымен айналдыруымыз керек сантиметрге. Сонда 1 километр 100 мың сантиметрге тең екенін біле отырып, біз 45 километр ол 4 миллион 500 мың сантиметр екенін жазамыз. Ал осы қашықтық жер бетіндегі картадағы 15 сантиметр кесіндіге сәйкес. Сонымен осы қысқаша шарт арқылы келесі пропорция құратын болсақ, яғни 1-дің 15-ке қатынасы тең болады x-тің 4 миллион 500 мыңға қатынасына. Бұл пропорциядан x-ті табатын болсақ, 4 миллион 500 мыңды бөлеміз 15-ке. Сонда x-тің мәні тең екен 300 мыңға. Яғни біз осы мән арқылы берілген картаның масштабы 1-дің 300 мыңға қатынасында екенін анықтадық. Сонымен бүгінгі сабақта біз масштаб ұғымымен таныстық, масштабтың түрлерін білдік және масштабты анықтауға арналған бірнеше тапсырмалар орындадық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.